Ассалаумағалейкум достар, бүгін біз сіздермен сыр дайындайтын боламыз. Міне, бізге ең алдымен қажетті заттар: сүтіміз қажет. Оны бір ыдысқа құйып, енді астын қосамыз. Плитка немесе газға қойсаңыздар болады. Енді осының үстіне творогымызды өлшеп алып, оны да сүтіміздің үстіне саламыз. Астын бір орташа температурада қосып қоямыз плиткамыздың. Енді осы массамыз қайнағанша біз қоспасын дайындайтын боламыз. Бізге ол үшін жұмыртқамыз қажет. Жұмыртқаны бір ыдысқа салып алып, үстіне жарты шай қасық тұз, жарты шай қасық қантымыз қажет, және де жарты шай қасық ас содасын қосатын боламыз. Мінекей қосып, жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Мінекей біздің массамыз дайын. Енді біз сүтіміз бен творогымыз қайнады. Енді біз оның астын өшіреміз де басқа бір ыдысқа марлы немесе сита қойып, осының үстіне сүзіп аламыз. Мінекей қою қоспасын алып сүзіп аламыз. Астындағы суынан бөлектеп алуымыз қажет. Мінекей өстіп жеке аламыз да жаңағы ыдысымызға қайтадан осы массамызды салатын боламыз. Плиткаға немесе газға қоямыз қайтадан. Мінекей қойып, енді астын аздап қана қосып қоямыз астын. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Енді бұл бір келгі болып шығуы қажет. Енді осының үстіне жаңа дайын болған қоспамызды құйып, тағы да араластыратын боламыз. Мінекей өстіп жақсылап араластырып отырамыз. Енді осының үстіне мен құрқума қостым. Ол тек қана түсін беру үшін, ол шарт емес. Бірақ егер сырдың түсіндей болсын десеңіздер, онда қоссаңыздар болады. Немесе ақ түрінде ұнайтын болса, қоспай қойсаңыздар да болады. Мінекей өстіп жақсылап араластырып, енді үстіне сары майды қосамыз. Мінекей сары майымыз бір ерекше тағы да дәмін қосады, дәм береді. Сол үшін оны да салып, жақсылап араластырамыз. Енді біздің массамыз мінекей бір келкі бола бастады. Өстіп жақсылап араластырып, енді бір келкі болғанда астын өшіреміз де басқа бір ыдысымызға осы қоспамызды саламыз. Мінекей қасықтап барлығын салып, бетін бір келкі етіп тегістеп шығатын боламыз. Мінекей бетін бір келкі етіп тегістеп шығамыз. Енді үстін біз салафанмен немесе пищевой пленкамен жауып, үй температурасында суытатын боламыз. Мінекей кәдімгі суық болғанша суытамыз. Мінекей біздің сырымыз дайын, өзінің формасын жақсы ұстайды. Пиццаға немесе күнделікті тағамға өстіп турап дастарханға қойсаңыздар болады. Дәмі деген енді өте дәмді, ерекше болып шығады.